Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Мен номері 36 қазақ орта мектебінің математика пәні мұғалімі Сағитжанова Алтын Нұрланқызы. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы тең берілі үшбұрыштар және оның қасиеттері. Мақсаты тең берілі үшбұрыштың белгілері мен қасиеттерін қолдану. Егер үшбұрыштың екі қабырғасы өзара тең болса, үшбұрыш тең берілі үшбұрыш деп аталады. Сызбада АСВ тең берілі үшбұрышы берілген. АС және СВ қабырғалары тең. АС және СВ қабырғалары тең берілі үшбұрыштың бүйір қабырғалары деп аталады. АВ табаны. А және В бұрыштары табанындағы бұрыштар. С бұрышы төбесіндегі бұрыш. Тапсырма. Үшбұрыштың табаны мен бүйір қабырғаларын ата. МНП үшбұрышы берілген. Тең берілі үшбұрыш. Себебі МН, НП тең және бүйір қабырғалары деп аталады. МП табаны. ДСЕ үшбұрышы берілген. ДС, СЕ бүйір қабырғалары. ДЕ табаны. СОТ үшбұрышы берілген. СО, СТ бүйір қабырғалары. ОТ табаны. КЛМ үшбұрышы берілген. Тең берілі үшбұрыш. Себебі КЛ, КМ қабырғалары тең және ол бүйір қабырғалары. ЛМ табаны. Тең берілі үшбұрыштың қасиеттері. Тең берілі үшбұрыштың табанындағы бұрыштары тең. Тең берілі үшбұрыштың табанына жүргізілген биссектрисасы әрі биіктік, әрі медиана болады. Теорема 1. Тең берілі үшбұрыштың табанындағы бұрыштары тең. АВС тең берілі үшбұрышы берілген. АВ және ВС қабырғалары тең және бүйір қабырғалары деп аталады. АС табаны. Дәлелдеу керек А және С бұрыштарының тең екендігін. Дәлелдеу үшін ВД биссектрисасын жүргіземіз. Сол кезде екі үшбұрыш пайда болады. АВД, СВД үшбұрыштарын қарастырамыз. АВ, ВС тең, себебі үшбұрыштың бүйір қабырғалары. ВД екі үшбұрышқа да ортақ қабырға. ВД биссектриса болғандықтан АВД бұрышы мен СВД бұрышы тең. Үшбұрыштар теңдігінің бірінші белгісі бойынша үшбұрыш АВД мен үшбұрыш СВД тең. Бұдан А бұрышы мен С бұрышының тең екендігі шығады. Теорема дәлелденді. Теорема 2. Тең берілі үшбұрыштың табанына жүргізілген биссектрисасы осы үшбұрыштың әрі биіктігі, әрі медианасы болады. АВД үшбұрышы берілген, тең берілі. АС табаны. АВ және ВС қабырғалары бүйір қабырғалары. ВД биссектрисасы. Дәлелдеу керек ВД медиана әрі биіктік болатындығын. Дәлелдеу үшін үшбұрыш АВД және үшбұрыш СВД-ны қарастырамыз. АВ және ВС тең. ВД екі үшбұрышқа да ортақ қабырға. ВД биссектриса болғандықтан бұрыш АВД мен бұрыш СВД тең. Демек, үшбұрыштар теңдігінің бірінші белгісі бойынша үшбұрыш АВД мен үшбұрыш СВД тең. Егер екі үшбұрыш тең болса, үшбұрыштардың сәйкес қабырғалары мен сәйкес бұрыштары тең болады. Демек, АД және ДС тең. Онда ВД медиана және АДВ бұрышы мен СДВ бұрышы тең. Онда ВД биіктік. Теорема дәлелденді. Тең берілі үшбұрыштың белгілері. Егер үшбұрыштың екі бұрышы тең болса, онда үшбұрыш тең берілі болады. Егер үшбұрыштың биссектрисасы әрі медианасы әрі биіктігі болса, онда ол үшбұрыш тең берілі үшбұрыш болады. Тапсырма.
АВС бұрышы неше градус? Сызбада АСВ тең бүйірлі үшбұрышы берілген. Себебі АС және СВ қабырғалары тең, ұзындықтары 5-ке тең. Бұл тең бүйірлі үшбұрыштың бүйір қабырғалары. АВ табаны. А бұрышы 69 градус. Тең бүйірлі үшбұрыштың табанындағы бұрыштары тең болады. А бұрышы 69 градус, ендеше В бұрышы да 69 градус болады. Себебі А және В табанындағы бұрыштар. Келесі тапсырманы көрейік. Суретте КМ тең МЛ және бұрыш 1 тең 28 градус. КЛМ бұрышы неше градус? Бұрыш 1 мен ЛКМ бұрыштары вертикал бұрыштар. Вертикал бұрыштар болғандықтан градустық өлшемдері тең. ЛКМ бұрышы 28 градус болады. Енді оқушылар, КМ тең МЛ болғандықтан КМЛ үшбұрышы тең бүйірлі үшбұрыш. Бүйір қабырғалары КМ және МЛ. Табаны КЛ. Енді оқушылар, бізде ЛКМ бұрышы 28 градус болғандықтан КЛМ бұрышы да 28 градус болады. Келесі тапсырма өзіндік жұмыс. Оқушылар, кестедегі бос орындарын, яғни сұрақ белгісінде толтырамыз. Бізде АВС үшбұрыштың қабырғалары берілген, периметрін табуымыз керек және қабырғалары бойынша үшбұрыштың түрін анықтаймыз. Мысалы, бірінші тапсырмада А қабырғасы 3-ке тең, Б қабырғасы 5-ке тең, С қабырғасы 7-ке тең. Периметрін табу үшін барлық қабырғаларын қосамыз. Сонда үшбұрыштың периметрі 15. Үшбұрыштың түрі әртүрлі қабырғалы үшбұрыш. Себебі үшбұрыштың қабырғаларына қарайтын болсақ, ұзындықтары әртүрлі. Қалғандарын осылайша толтырамыз. Енді жауаптарымызды тексерейік. Екіншісі периметрі 12-ге тең қабырғалы үшбұрыш. Үшіншісі периметрі 18-ге тең, екі қабырғасы 5 болып тұрғандықтан тең бүйірлі үшбұрыш. Периметрі 16, бір қабырғасы белгілі, келесі екі қабырғасын табуымыз керек. Бізге үшбұрыштың түрі тең бүйірлі деп айтылды. Сондықтан 16-дан 4-ті азайтамыз, белгілі қабырғасын 12 шығады. Тең бүйірлі үшбұрыш болғандықтан екі қабырғасы тең болатындығын білеміз. 12-ні 2-ге бөлеміз. Сонда қабырғалары 6-6-дан болады. Осылайша оқушылар өзіміздің жауаптарымызды тексереміз. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытындылаймыз. Менің бүгінгі жетістігім. Мен бүгінгі сабақта мен білдім, мен үйрендім, маған ұнады, маған қиындық туғызды, менің көңіл күйім сабақтағы. Өздеріңіздің ойларыңызды жазып, мұғалімдеріңізбен кері байланыс жасаңыздар. Сабақ аяқталды. Сау болыңыз.